Сәлем құрметті көрермен, арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап жатқандарға мың алғыс. Ал егер де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір подписаться басып, қолдап, еңбегімді бағалап кетіңіз. Егер де ұнап жатса, лайк басыңыздар, және комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Алдамшы Арман. Ата әжесінің ерке қызы Інжу ерекше мейіріммен бой жетті. Үлкен ұлдың қызы бірінші ірі малды көрген немересі болғандықтан, ата әжесі өзінің бауырына басты. Не қаласа, соның бәрін орындайтын. Інжу десе, ішкен асын жерге қоятын ата әжесі еш бетін қақпады. Інжудің арманы көп еді. Қалаға барып, оқуға түсіп, өз маманының иесі болғысы келді. Мектепті жақсы оқып, 9 сыныпты бітіріп, ата әжесінің батасын алып, әсем қала Астанаға келді. Өзінің таңдаған мамандығына тапсырып, жолы болып оқуға да түсіп кетті. Мұнда өзінің әпкелері әкесінің қарындастары тұратын. Інжу тұрмыс құрмаған әпкесінің үйіне келіп жайғасты. Өзінің армандаған қаласына келіп, көңілі жайланып, студенттік қызық шақтарды бастан кешіп жүре берді. Інжудің әпкесінің үйінде жүргеніне біраз уақыт болды. Оқуына барады, одан келіп әпкесіне көмектеседі. Өз үйінде емін-еркін жүр. Бірақ аяқ астынан әпкесі тұрмысқа шығып, екінші әпкесінің үйіне тұруға тура келді. Әпкесі Інжудің барлық жағдайын жасап жүретін. Бұл жүрісін әпкесінің қайын апасы жақтыра қоймады. Қайын апасы көрші үйде тұратын. Күнде осы үйде болып жатқаннан хабардар болуы үшін солардың үйіне көп келгіштейтін. Әр нәрсеге мұрнын сұғып жүретін қайын әпкесі Інжуге астарлап тиісе беретінді шығарды. Інжу аз қалды. Жақында оқуымды бітіремін деген оймен ол кісінің сөзін елемеуге тырысты. Бірақ бір күні шыдай алмаған әпкесінің қайын апасы айқайға басты. Інжуге неше түрлі ауыр сөздерін айтты. Қашанға осында тұра бересің, жатақханаға шықпайсың ба? Тар үйге таяу болып сен де келіп алдың. Қыдырып келсек отыратын жерде болмады ғой? Рахат жерді біліп алғансың. Менің інім момын ғой, бұзық болса жоламас едің дейді. Кет, басқа баратын жер тап деп ауыр сөздерін айтты. Мұны естіген Інжу қатты ренжіп қалды. Бетіне ешкім қарсы келмеген, мұндай сөзді естіп өспеген Інжуге ол кісінің сөзі өте ауыр болды. Дереу киімдерін жинап алып, әкесінің алдыңғы тұрмыс құрған қарындасының үйіне келді. Әпкесі ата-енесімен тұратын еді. Енесі жақсы кісі. Барлық тәттісін Інжудің алдына тосып, өзінің немересіндей көретін. Бірақ Інжу бұл үйде өзін артық сезінетін. Жақында ғана тұрмыс құрды, неге келіп алдым деген ой мазалайтын. Жүрсе де, тұрса да, өзін емін-еркін ұстай алмады. Өзінің қуыстанып жүретіні өзіне ауыр тиетін. Арқаны кеңге жайып, еркін сөйлеп, еркін өмір сүруді армандап жүрді. Өзімнің үйім болса деген арманы болды. Солай жүріп, бір күні әлеуметтік желі арқылы Бауыржанмен танысты. Өзі әскери адам екен, сөзі де түзу. Суретте түрі де келіскен жігіт екен. Ол кезде Інжу 18 жаста еді. Екеуі таныса отырып ұзақ әңгімелесті. Қалжың шыңы аралас, қашан үйленесің деді жігітке. Жігіт те жауабын дайындап отыр екен. Сен дайын болсаң, мен дайынмын деді. Я, мен де дайынмын деп қыз да қысқа қайырды. Не керек, әлеуметтік желі арқылы түнімен сөйлескен екеуі ертесін кездесетін болып шешті. Жалындап тұрған жастық шақ жолыққанша асығып тұр. Әйтеуір кездесетін жерге екеуі де уақытында келді. Бір қарағанда екеуі бір-бірінің сырт келбетін ұнатқандай болды. Сол кешті екеуі жақсы өткізді. Сөзі жарасқан соң жігіт кешегі әңгімесін қайта жалғастырды. Әскери азамат болғанға бір сөзді екен. Кешегі сөзің бар еді. Тұрмысқа шығамын деген, қарсы болмасаң бүгін алып кетсем деді. Інжуге де жігіттің сырт келбеті, өзін-өзі ұстауы ұнап тұр. Неге шықпасқа? Оның үстіне біреудің үйінде тұрып сөз естіп, қуыстанып жүргенше өз үйімде жүремін. Мейлі жалдамалы пәтер болса да, ешкім түртпектемей, арқамды кеңге жайып
емін-еркін өмір сүрермін деп өз келісімін берді. Солай Інжу арманның жетегінде еш ойланбастан енді ғана танысқан бөгде адамның етегінен ұстап кете берді. Ауылға келін болып ақ босағаны аттап келін атанды. Беташарды ойдағыдай өткізіп, бір жеті ата-ененің қасында болды. Бауыржан әскери адам жұмысына шақырып қалды. Сондықтан 2 жас қайтадан Астанаға қайтты. Бастапқы 3 айында Інжуден асқан бақытты адам болмады. Қалағанның бәрі болды. Жолдасы машина алды. Қуаныштары көбейіп, әлемдегі ең бақытты адам сезінді. Бірақ барлығы мәңгілік емес. 3 айдан кейін Бауыржан өз мінезін көрсете бастады. Жұмыстан шаршап келсе, болмаса басқа мәселе болса да барлық мінезін Інжуге көрсететін. Болмайтын нәрседен ілік іздеп, ашуланып, шу шығарып кететін болды. Ашуы басылса сөйлесермін деген Інжуге неге сөйлемейсің, сөйлеп қалса неге сөйледің деп ұрып тастайтынды шығарды. Қыз күнінде ата-әжесінің ерке қызы тұрмыс құрып, өмірдің ащы шындығымен бетпе-бет келді. Ащы таяқтың дәмін татты. Інжу әйел 40 жанды ғой, мүмкін басылар деген оймен шыдап жүре берді. Солай жүргенде өзінің жүкті екенін білді. Көтергенін естігенде Бауыржан қатты қуанды. Бастапқы 1 ай жақсы жүрді де қайта бұрынғы мінезіне басты. Ішінде тағы бір жүректің соғып тұрғанын білсе де ұруын жалғастыра берді. Мүмкін баланы босанған соң өзгеретін шығар деп Інжу тағы күтумен болды. Үміті әлі де үзілмеді. Кейде кетіп қалсам ба екен деп те ойлайтын, бірақ ауылдағы атасын ойлады. Қайтып барсам, ауылға сыйлы қарт атасына сөз тиеме деген ойы да болды. Міне солай шыдап жүрген Інжу дәрігерге көрінуге барады. Маған ұнамай тұр. Жүрек соғысын естімей жатырмын. Мүмкін азапта болғандықтан болар. Онда да ультрадыбыстық құралға түсіп кел деп жіберді дәрігер. Қаланың ең күшті білікті деген дәрігеріне барып, ультрадыбыстық құралға түсіп көреді. Айтқаны расталып, ішіндегі сәбидің жүрегі соқпай қалыпты. Мүмкін қатты соққыдан немесе қатты күйзелістен болуы мүмкін деді. Бұл жаңалық Інжуді есеңгіретіп тастады. Өзін әрең сүйрелеп үйіне жетті. Болған жағдайды Бауыржанға айтты. Жолдасынан қолдау күтті. Бірақ Бауыржан келіншегін қолдаудың орнына өзіне бас салды. Ашуланып айқайлап: неге ертерек көрінбедің? Сенің кесіріңнен болды осы жағдай деді. Енді кішкентай ғой еді ғой, ол кезде білінбейді. Болар іс болды, жүрегі соқпай тұр, енді амал жоқ. Тағы болар баламыз деп қанша айтса да еш түсінбеді. Өзінің ұрғаны білінбейді. Інжуді кінәлап тағы ұрып тастады. Артынан Інжудің әпкелеріне хабарласып, қыздарыңызды алып кетіңіздер деп тұтқаны қоя салды. Алып ұшып әпкелері келді. Не болып қалды, не жағдай болып жатыр дейді. Бірақ Бауыржан үнсіз, аузына құм құйылғандай. Бірақ Інжудің іші толып қалған. Осы уақытқа дейінгі өкпе назының барлығын айтты. Бауыржанның осы уақытқа дейін қол көтергенін, әлі де көтеретінін және бүгінгі жағдайдың бәрін жайып салды. Тура сол сәтте Інжу өзін жайсыз сезініп астынан қан кетті. Барлығы қорқып, тезірек жедел жәрдем шақырады. Ауруханаға жеткен Інжуді дәрігер толық тексерістен өткізеді. Сәл кешіккенде өмір бойы сәби сүймей өтетін едің. Жатырыңды қосып алып тастайтын едік. Өйткені жатырың іріңдеп кеткен дейді. Алла сақтап, бәрі жақсы аяқталды. Іштегі баланы тазалатып, ауруханадан үйіне аман есен оралды. Бастапқы 2-3 ай бәрі жақсы болды. Одан кейін баяғы жартас, сол жартас. Бауыржан өз әдетіне басты. Айтатын сылтауы да көп. Шаршадым деп жұмыстан да айырылды. Кредитке белшеден батты. Соңында мәшинеде де сатып жіберді. Бірденнен басына қара бұлт үйірілгендей болды. Не ақша жоқ, не жұмыс жоқ, нағыз кедейшіліктің дәмін татты. Үйде бір үзім нан болмай қалатындай жағдайға жетті. Бұл да бір уақытша сынақ. Мұны да бірге жеңеміз деп тағы шыдап бақты. Бұл кезде Інжу оқуын аяқтап диплом алған еді. Сәл шыдасақ, аяққа тұрып кетеміз деген сенім болды. Барға қанағат болып жүргенде Інжу екінші сәбиін көтерді. Қарны ашып, қабырғасы жабысып қалатындай болды. Жерік асын жей алмай қатты қиналды.
Керемет асты аңсаудың өзі бір арман. Қарапайым көршінің қара нанын аңсап тұратын болды. Мұндай жоқшылықтың бәріне тек Інжуді кінәлаумен болды. Сенің кесіріңнен менің жолым болмай жүр дейтін. Ұруын да әлі тоқтатпай жүр. Інжу алғашқы сәбинен айырылғанда кешірген еді. Мына екіншіге аяғы ауыр болса да, ұруын қоймаған Бауыржаннан бір жола кетемін деп шешті. Мұнда да бірінші жағдайдың қайталғанын қаламады. Барлық киімдерін жинап, бұл жолы әкесінің үшінші қарындасының үйіне келді. Әпке жездесі жаны жайсан кісілер еді. Ешқандай ауыр сөз айтпады. Сол үйде жүріп жұмысқа тұрды. Күнделікті жұмысқа барып келіп жүргенінде Бауыржан қайта алдына шыға келді. Жалынып, жалбарынып, бәрі керемет болады, енді қайталанбайды деп қайта-қайта келе берді. Жүрегінің түбінде әлі дүние есігін ашпаған баласын ойлап, әкесіз өспесін, толыққанды отбасында өмір сүрсін деп қайта қосылды. Көп ұзамай ұрып-соғуын қайта бастады. Бәрі сол жошылықтан, ақша жетіспеушіліктен. Әбден соққыға жағылып, таяқ жеп жүріп аман-есен қыз баланы дүниеге әкелді. Енді қызына алданып, арамыз жақсы болады дегені жай арман болып қалды. Кішкентай қызы өсіп келе жатса да, Інжуді ұруын тоқтатпады. Тіпті пышақты тақап өлтіре салайын ба дейді. Мұндысына да көз жұма қараған Інжу әлі де үмітін үзбеді. Түзелер деген үмітте болды және соған сенді. Қызы 6 айға жеткенде Інжу қызын алып төркіндетіп, ата әжесіне шөбересін көрсетіп келуге кетті. Мұнысынан бейхабар әпке жездесі Інжудің хабарын білмек болып, Інжудің тұрып жатқан пәтеріне келіп, Бауыржанның опасыздығының үстінен түседі. Бауыржан Інжудің жоқтығын пайдаланып, үйіне бөкте бір қызды алып келіпті. Әпке жездесі Інжуді барлық болған жайдан хабардар етті. Жоқшылыққа шыдап келген Інжу Бауыржанның көзіне шөп салғанын кешіре алмады. Енді бірге бола алмайтынын түсініп, қалаға келіп ажырасуға арыз тастады. Үйіне қайтып оралмаған Інжуге Бауыржан күн бермеді. Күнде торуылдап аңдып жүретін болды. Әбден ұрып соққанына көніп келген Інжуден мұндай шығады деп ойламаса керек. Інжуді саябақтың ішінде ұрып соғып, аяғының бәрін көк-ала қылып тепкілеп кетті. Мұнымен тоқтаған Інжу жоқ. Істі соңына дейін апарды. Сосын заңды түрде Бауыржанмен ажырасты. Қызын ойлаған Інжу барлық батылдықты жинап, бұл қиындықты жеңіп шығамын деп өзіне өзі сөз берді. Басында қиналмады емес қиналды. Жұмысқа орналасты, қызына анасы қарайласты. Солай тұрмысы жақсара бастады. Тек ішін қынжылтатыны, сонша уақыт Бауыржанның таяғын, ауыр соққысын жесе де, бәрін жеңеміз деп келген үмітінің ақталмағаны. Содан бері 7 жыл өтті. Қазір шүкір, қызымен тұрып жатыр. Біреу көрсе бұрын басынан осындай жағдай өтті деп ешкім ойламайды. Әуелі Алла, сосын жақындарының арқасында бәрін жеңіп шықты. Бұл оқиғаны баяндаған себебі, ойламастан асығыс шешім қабылдаса екен, менің қателігім біреуге шешім қабылдамаса екен, менің қателігім біреуге сабақ болса екен дейді. Әр нәрсе өз уақытымен. Қазір бәрі жақсы, шүкір. Өкінетіні қызы әкесіз жетім өсіп жатқаны, өзінің ажырасқан әйел атанғаны. Ал Бауыржаннан не хабар деп сұрасаңыздар, Бауыржан қызы 2 жасқа толғанда көруге келген екен. Одан кейін мүлдем хабар жоқ дейді. Соңы.